Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін менің каналымда королевский тортының рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен жұмыртқаға шекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Шекеріміз әбден еріп, көпіршіктер шыққанға дейін араласу қажет. Сұйық майымызды құямыз. Тағы да араластырамыз. Сметанамызды саламыз. Сметананың орнына маргарин қолдануға да болады. Маргарин үй температурасында болу қажет. Тағы да жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызға қопсытқышымызды салып, ұнның үстінде араластырып аламыз. Жаңа қоспамызға ұнымызды 2-3 бөліп саламыз. Бірден салып жібермеңіздер, 2-3 бөліп салған дұрыс. Сонда ұнымыз жақсы араласатын болады. Мен ең алдымен бірінші қасықпен араластырып аламын. Осылай 2-3 бөліп саламыз. Енді миксермен аз ғана уақыт араластырып аламыз тағы да. Бізде уже дайын болып қалды. Осылай қасығымыздан оңай түсу қажет. Енді бұны 4 ыдысқа бірден бөліп аламыз. Мак, какао, мис, орех 4 түрлі корж болады бізде. Барлығын осылай салып аламыз. Осылай араластырамыз. Енді әр коржды 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Ең алдымен орех коржды пісіремін. Қызып тұрған печкеге енді салып пісіріп аламыз. Бізде уж корждар дайын. Енді соғанша кремімізді дайындаймыз. Менде осындай арнайы сливки 2 қасық қаймақ саламын. Миксермен қоюланғанша араластырамыз. Осылай торттарымызға жағып шығамыз. Барлығына жағып шыққаннан кейін қалған кремімізге өз мөлшерінде макты салып, жақсылап араластырамыз тағы да. Мак салынған кремімізді осылай үстіне жағамыз. Бізде торт уже дайын болды. Тортты әркім өз қалауынша әсемдеуге болады. Мен осы орехпен әсемдеп шығамын. Әркім өз қалауынша әсемдейді. Бізде уже торт дайын. Видео ұнаған болса, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Менімен болғандарыңыз үшін рахмет.